Сәлем достар, мен сіздерге бүгін мынандай набор съемных спиц дейді. Осындай инелер, спицалар жинағы туралы айтатын боламын. Бұл бізде Pro Zinc деген ине. Инелер жинағы. Мына жерде 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8 миллиметрлік инелер, және оның ішінде салапанында мынандай қосымша құрылғылары бар. Олар не үшін керек, соның бәрін сіздерге көрсетіп кетейін. Мына 3 түрлі лескасы бар. Мысалға мына менің тоқып отырған киімім. Мына сары леска, бұл қысқа. Оранжевый одан ұзындау, қызылы одан да ұзын, өте ұзын. Так, енді бұл инелерді қалай қолданамыз? Мына жерінде брандалы, мына инеге бұрау арқылы тұқындыратын боламыз. Осылай бұраймыз да. Осылай бұраймыз да. Инемізді қолданып тоқи беруімізге болады бұйымымызды. Мынаны бұлай қолмен қатты бұраса да, осы ұстайды жалпы. Но бірақ оның мынандай кілті бар. Осы кілті арқылы да бұраған жерімізді қатты бекітуге болады. Мынандай өзінің несі бар. Тесігі бар, сол арқылы. Осындай тесігі бар, сол арқылы қатты бұрап бекітуге болады. И ашқанда да осылай істеуге де болады. Ашуға болады. Осы инесі арқылы қатты бекітуге болады. Мына жерінде. Осылай бекітіп инені шығарып алсақ болады. Мынау біздің бекіткіш құралымыз. Енді мына қаралар бізде заглушка дейді. Заглушка. Мысалы, мынандай тоқып келеміз де, мына жағын былай бекітіп қою керек болатын болса, мынаны босатамыз да. Мына нені босатамыз да, осы тоқып отырған киіміміздің инені. Сосын мынаны бұрап, бәрі бұрандалы, бұрап бекітіп қоямыз. Сонда мына жағымыздағы тоқымамыз ешқайда қашып кетпейді. Мынаны былай көрсететін болсам, ешқайда шығып кетпеу үшін осылай заглушка деп аталады. Осылай бекітіп қоямыз. Онда жаңа кілт бар. Керегіміз кезде мынаны бүйтіп шығарып инемізді кері қондыруымызға болады. Енді мына бір темір, ол не темір? Ол мына екі лесканы бір-біріне қосуға арналған. Лескамызды одан сайын ұзын етуге арналған жалғаушы темір. Мына леска тұр менде. Ал мені қысқа болып бара жатса, мына екінші сары лесканы қосып, ана лескімді ұзарту үшін арналған ортасында бір-бірін жалғайтын темір. Осылайынша біздер лескіміздің ұзындығын одан да ұзын қылуға болады. Так. Осылай бұрап. Аның несі бар? Көппен қатты бекітіп, мына лескамызды одан да ұзын қылуға арналған ортада жалғастырушы бізде осылай екі лесканы бір-біріне қосуға арналған темір. Енді мына жағына инемізді жалғаймыз да, әрі қарай тоқи берсек болады. Міне жалғап қойдым біздің лескамыз. Зиян болып кетті. Міне киімдердің арасында, ілмектердің арасында ешқандай ілмейді, ешқандай кедергі болмайды. Өте ыңғайлы жинақ. Сосын жай инелерге қарағанда мына набор тоқығанда өте ыңғайлы инесі дейтін. Так, босатып алайын. Инемді де босатып алайын. Жай қолмен осылай кілтсіз ақ бекітіп алып салуға болады. Тоқығанда өте жеңіл, өте әдемі. Тоқуға өте ыңғайлы. Жай инеге қарағанда бұл мен тоқыған бір удовольствие сыйлайды адамға. Мынандай инелер. Инелер өте әдемі, маған өзіме ұнады. Және де бір жақсысы инелердің миллиметрі бір-бірінен түстері арқылы ажыратылады.
көштер арқылы ажыратып қарауға болады. Осындай инелер жинағы, чехолы бар. Чехолы да өте жақсы, сапалы, мақтан айтуға болады. Салпандар да қатты. Мына осындай инелер жинағы бар. Алуға кеңес беремін. Өте ыңғайлы, шашылмайды. Мынандай замогы бар. Сапасы мықты енді. Жұқа не емес, тез тозбайды. Осындай инелер жинағы сіздермен көрсеткім келді. Қолдануға кеңес беремін. Қолдарыңыз мүмкіндіктеріңіз алса, осы инені алып қолдануға кеңес беремін. Қолмен тоқыған отырға күшті әдемі шығады. Тоқуға өте жеңіл. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір білдіріп, қолдап қойыңыздар.